Kız үшін қайын жұрт жақын болу керек па, төркін жақын болу керек па? Білмеймін, білмеймін деген болмайды. Андай, бүйтіп андай. Білмеймін деген емес, мысалға. Сұрақтың жауап беріліп тұрған нәрсе ол, мысалға. Қыз деген қай уақытқа дейін қыз? Қыз деген ұзатылғанға дейін қыз. Сөздің төркіні логиканы түсінсеңіз, біздің өзіміздің немізді, қазақ тілін білгеннен кейін. Қыз деген ол қыз. Қай уақытқа дейін қыз? Күйеуге тигенше қыз. Ал күйеуге тигеннен кейін қыздың егесі бар, күйеуі болады оның егесі. Демек төркін жақ атпадайды. Бұл төркін жақ аман есен шығарып салды ма, болды. Қызды тек қана қалайсың? Амансың ба, келдің бе, кеттің бе, білсін не болса. Ал енді барлық целиком и полностью ол жаңағыдай күйеу жағына қызмет жасау керек қой. Өйткені сол арқылы ол көсегесі, сол арқылы өсіп өнеді ғой. Мысалы біздің үйдегі әжеміз біздің руымыздан емес тұғын, басқа рудың кім, бірақ жаңа біздің руды басқарды. Мысалы әже болып не болды? Неге? Көнгендігінен, төзгендігінен, сабырлығымен, жеңгендігінен болды. Ал қыз да қай кезде бақытты болады? Сол жерге сіңіп, сол елдің күйін күйттеп, сол елдің несін жөндеп, сол елдің бір шетінде жүргеннің өзі сол мысалы әкеге, шешеге, мынау төркінге бақыт қой. Жылайын дегенім нормальдық жеріңіз ғой. Ақиқат қой ол жаңа несі. Ал енді ол жаңағы мысалға енді осы жерде келеді, былай деп, мысалы, қызбен қарындас дейді, әкені тозаққа сүйреуші деп келеді да кітапта. Ауыр сөзі, тозаққа сүйреуші. Қалай? Қыз, енді, жаңағыда, мысалы, заложник, не заложник деп салдық қой, мысалға. Ұлдар ерте жетіледі. Ұлдың несі ата болу, әке болу. Қызда ондай не күйеуге тимей, ол қанша неғанмен, кукламен ойнағанмен, не ойнағанмен, ол ана болудың несін білгенмен, жаңа бірақ ондай сезім, ол тұрмысқа шықпай, ол қыз білмейді. Ол ертең ол тұрмысқа шыққаннан кейін барып біледі, ана болғанын қалай ол, былай әдісін білгенмен мәнісін білмейді. Жаңа көрдің бе? Әдіс пен мәніс барлық жерде кіреді. Біздің көп жерде қателесетініміз сол әдіс пен мәнісін білмегендіктен. Енді қара, қыз бақытты қай кезде? Ол жаңағыдай күйеуімен, өзінің жаңағыдай барған жерімен бақытты. Ұлды болды, қызды болды, сөйтіп жаңағыдай мәмлеге келді, енесімен мәмлеге келді. Енді ол атасын жақсы көріп, енесімен қырылса беруге болмайды ол. Ол атасы қанша ол неғамен, ол атасының сүйген жары енесі. Ал енді сол енесі сүйген жарының анасы, ол бұл жерде барлық мәмлеге келу керек. Білім керек бұл жерде. Сабыры керек бұл жерде. Сонымен, ал білімді мыңды жығады деп айтатын сол ғой. Сосын білімменен, сабырмен білім бар жерде шүкірге жететін. Шүкір деген не? Шүкір деген біріне жетістікке жеткенде шүкір дейміз ғой Құдайға. Машина алдым шүкір дедім. Той жасадым шүкір дедім. Ал сабырсыз шүкір болмайды. Ешкім тек қана шүкірді айтып жүрген адам жоқ. Бірінші сабыр керек, төзім керек. Одан кейін шүкір келеді. Өйткені жаңағы шүкір мен сабыр інімен ағадай, сіңілмен әпкедей. Шүкір мен сабыр інімен ағадай, сіңілмен әпкедей. Көрдің бе? Осы неде ренжісіп қалған кезде кім бірінші ренішін тарқап алдынан кешірім сұраса соған сауап жазылады дейді ғой. Соны ше тарқатып айтыңызшы, мысалға болады да бір неге бүлдірдің. Сөйтіп кешірім сұрауға барған кезде анадан кешірмей кісі болып бүкіл мінезін көрсетеді. Шындығында мына адамда да көкіректі мінезі жетеді ғой. Бірақ сонда да иіліп, қой дұрыс емес деп барған кезде ана адамның сол қасиетіне қалай жауап беруге болады? Сен батыр емес, өзін жеңген адам батыр дейді ғой. Иә, өзімді жеңіп барып тұрсың. Өзің жеңіп барып тұрсың, сен өзі болды. Ол оның шарт емес, ол сенің кешіргені, кешірмегені шарт емес. Бұл жерде мынандай не болып тұр ғой? Птичка қойылу керек болып тұр ғой. Сен кешірім сұрауға бардың, шын ниетің бар. Менің эгома птичка қойып қойдың. Аллах тағалам саған уже рахмет птичкасын қойып қойды саған уже. Ол кешірді. Мен мысалға мен сен кешірім сұрадым, мен сені кешірмедім. Сенің еще мен кінәлімін. Сен Алланың рызашылығы үшін деп кешірім сұрап тұрсың менен. Сонда мен кешірмедім. Ол саған птичка қойып тұр да азапты мен татамын ертең.
көрдің бе? Ал енді бірінші кешірім сұрау себебі, кім бірінші кешірім сұраса дейді, жәннаттың есігін сол ашады дейді. Енді жәннат деген ақыреттегі нәрсе ғой. Енді мысалы кім бірінші кешірім сұраса, соның ісі бірінші жүреді деген сөз. Бұл өмірде. Өйткені біз өлмей жәннатқа кірмейміз. Өліміміздің қашан болатынын Алла біледі. Бірақ біздің ісіміз тоқтап тұрған жоқ қой. Бір жұмыс бастадың мысалға, сол болып кетуі, болып кетпеуі, мынау сен ренжіскен адамға байланысты болып тұр ғой. Сен өзіңнің жолыңды ашып алдың. Бардың да, ей Сәрсенбай, сен мені кешір. Мен кеше қатты айтып қойған сияқтымын. Ол иә, сен қатты айттың, ол нұрмай айттың. Ол одан бетер айтады. Алла разы болсын. Мен кешіріп қойшы. Жаңағы кәмпитін бердің, жаңағы басына сипатып кеттің. Ол кешірмеді. Өзінің проблемасы. Оның проблемасы. Сол үшін бұл сенің бұл өмірдегі сенің жаңағыдай табысың ғой. Сен ол нәпсіңді жеңдің. Нәпсіні жеңу деген қиямет қой ол. Адамда мысалы тән, жан бар. Тән нәпсінікі, жан сенікі. Сен жанды соған көндіріп, нәпсіні өлтірдің ғой бірінші. Бар, кешірім сұра. Ал нәпсіңе айтып жатыр, сен ол кешірім, ол сенің кешірім. Кім еді ол? Ол кім ол сен? Ал енді кіммін деп сонда шәкәрім айтады. Шынды білмек болсаң егер сен, жанды біл. Жанның құлағын үш сұрақпен бұрақ қой. Келдім қайдан? Қайтсем пайдам, өлгеннен соң не боламын? Келдің, қайдан келгеніміз белгілі болып тұр ғой біз. Ешкім әкесінің или шешесінің аузынан түскен жоқ. Шығатын жерін білеміз. Кіретін жерді білеміз, ертең топыраққа кіреді. Мен кіммін деп жүргенім кім екен сонда? Ешкім емес қой. Фактически ешкім емес қой. Әшейін сенде атрибут қана бар. Байлық бар, мәшине бар, ақша бар. Ол атрибут. Ол сен емес қой, ол Алланың саған беріп тұрған нығметі ғой. Саған сынақ қой сонда. Ал сен мен келдім, ой, мен білесің ба сен? Ал сонда сен нәпсіңді жеңіп сол Сәрсенбайдан кешірім сұрауға бардың ғой. Енді Сәрсенбай кешірсе, екеуің жәннатқа бірге кіресіңдер. Бұл өмірде тірліктерін жайғасып, жаудан дос боласыңдар. Дос болған жақсы ма, қас болған жақсы ма? Әрине дос болған жақсы. Сонда сен жадырап ауыртпалығын тастадың да, тірлігіңді істеп кеттің, Сәрсенбай қалды осы ауыртпалығымен. Неше түрлі ойлар, саған неше түрлі жаман ойлар құрастырып, ол да мысалы ақымақ адам анамды құрастырамайды. Содан ол қанша ресурсын жоғалтты ғой, қанша процент несі кетті оның. Жанның жылуы кетті ғой. Лучше кешіре салып, достасып жүре береді. Сонда өзбектің бір шейхі бар еді. Қайтыс болып кетті, Мұхаммед Садық деген лақапатпенен не қылған. Сонда айтады, кешірдім дейміз дейді, бірақ біз кешіре алмаймыз дейді. Алла кешірсін деп айтамыз, біз Алла емеспіз деп айтады дейді. Кешіре алмаймыз, біз Алла емеспіз, біз кешіре алмаймыз. Алла кешірсін деп айтады. Сонда дейді, сол Мұхаммед Садықтың өзіне имам айтқанда, ол кезде шәкірт болып жүргенде ғой енді. Сонда дейді, сен кешіре алмаған адамыңа дейді, өзіңе не тілесең дейді, өзіңе жамандық тілемейсің ғой. Кешіре алмай жүрген адамыңа сол 10 бәрабар, 10 барабар сен жақсылығын тіле дейді. Я Раббым, мен білесің сен, мен пәленшемен ренжісіп қалдым. Мен оны кешіре алмай жатырмын. Бірақ сен оны кешірші. Сөйтті, бұл өмірдегі барлық байлықты, менде бір машине бар, ода 5 машине берші оған. Менде бір үй бар, оған 2 үй берші. Менде иманым бар, оған сонда иман берші. Қажылыққа барып келсін, ана оқып келсін, мына оқып сонда иман берші. Сен қолыңнан келеді ғой, сен оны кешірші. Бірақ мен кешіре алмай. Я Раббым, сен менің жүрегімдегі ауыртпашылықты алшы, мен кетіре алмай жатырмын. Сен шексіз мейірімсің ғой. Өзіңнің мейіріммен маған мейірім беріп, мен оны кешірейінші. Мен кешіргеннен кейін Алла оған да оның да жүрегіне менен де зор мейірім берші. Ол да мені кешіре алатындай жағдайға жеткізші деп жағым берді. Сен өзің жағыңды егәңді сындырып тастадың ғой, болды ғой. Нәпсі өлді ғой. Нәпсі барма дейді, сен барасың. Нәпсі берме дейді, сен бересің. Нәпсі айтады, ойбай, сенің ақшаң аталып қалады, таусылып қалады. Ертең сенің жұмысың бола ма, болмай ма? Ол нәпсі айтып тұр. Ал Алла беріп тұр ғой. Алланың қалауында ол бәр нәрсені. Алланың құраған құрауында. Әйтпесем, еңбек етпей жатқан не көп қой? Еңбектің бәрі, ешекті қарашы. Еңбектің бәрі сол ешек жейді, не алады, істейді. Бірақ ешек қыста кашек жеп шығады.
Көрдің бе? Ат анда-санда көкпар шауып келеді да, бидай жеп тұрады. Аз ала жазда ешек сабан жинады, шөп жинады. А бірақ сол жинағаннан не болып тұрады, жем. Өйткені ол харамда, көрдің бе? Сенің белің адал болған сайын саған адал іс келе береді, келе береді, келе береді. Аттікі адал ғой. Бір көкпар шауып келді да, бидайын жеп тұр. Ал ешек арам жаратқан, арамның несі болып не қылмайды. Көбеймейді ол. Ешек не үшін арам? Бұл жаңағы бір-екі жағдайлар айтады кітапта, ол ұзақ әңгіме, оны не аламыз. Ешек жаңағыдай доңызды, ешекті, ұйыған қанды арам деді, Алланың несі да. А бірақ жаңағы логический нелері бар, сұрақтар бар. Не үшін екендері? Иә, ол үлкен жаңағы кітаптардан ұзақ әңгімелер болады да. Күшті әңгімелер кетті. Қандай әңгіме айтсақ болады, Лаура? Дос туралы айтасыңдар ма? Дос туралы айтып қойдық қой. Жаңағы дос